Саламатсыздарбы? Сиздер көрүп жаткан BBC Кыргыз кызматынын Сапар телепрограммасы, студияда Акчолпон Койчиева. Жайында сапар тарткан күндөрдүн биринде Астанада жүрүп, манас айткан казак агабыз Баянгали Алимжановго жолуктум. Манас айтуу касиети бар адамдарга кыргыздар өзгөчө мамиле кылат эмеспи? Анын үстүнө Баянгали ага казактар арасындагы жалгыз эле манасчы экен. Андыктан биз аны маекке тарттык. Ондогон чыгармалардын автору, акын, режиссер, актер болгон Баянгали Алимжанов кыргыз чыгармачылык чөйрөсүндө манас айтуудан тышкары төкмө акын катардагы белгилүү. Биздин маекте ал киши өзүнүн ыры менен баштады. Bir нече том поэзия чыгармалар ягым бар. Сонун ичинде бир жакшы көрөтүн аяулуу өлеңимди окуп берейин мына халыкка. Бала күнгү жулдуздар деп аталады. Шексиздиктин биледи ким мөлшөрүн, кыялдадым жер мен көк күндө өлчөдүм. Жете алмадым түбүнө бар сезгеним, шексиз калам мен сенин бир бөлшөгүң. Ой азабын аркалап сенделип тым, кетпесем де көп сырды желден уктум. Шырылдайды шыбынжан шыркау іздеп, шырмауынан шыға алмай пенделиктин. Пендешілік, дүнияй, пәни жалған, дәурен ғұмыр осыма нағыз арман. Менің жаным мәңгілік мән іздейді галактика ғарыштан, жұлдыздардан. Құштар едім жұлдызға бала кезден, жылқы бағып кезекпен дала кезген. Жұлдыздар мен жанымның арасында бір жақындық барлығын қалай сезгем. Ай дала, айсыз түнде ұйқы қашқан, пысқырады жылқылар жусап жатқан. Естен тана үздігіп құш жолына, ұшып кеткім келетін жұлдыз жаққа. Мөлт-мөлт еткен жұлдыздар көп еді, жерге тамып кетердей көркем еді, суырып алардай бұл өзөгімді шақыратын жан қоймай көкке мені. Таң атқанда қоштасып қимайтынмын, әлденеге ішімнен жылайтынмын, сыйса деушем бар қадам жүрегіме, сия қоймай ол мені қинайтынмын. Жарты ғасыр өтіпті өмірдегі, бір тынбайды қаланың дүңгірлегі, тынысыңды тарылтып түңгілегі. Жұлдыздар да қазіргі өзгешелеу, әлде өзгерген мен бекем кім біледі. Бүгін күннің балдары біздей мекен, көктің сырын сеземе сезбей мекен. Менің таза мөлдір жұлдыздарым бала досын даладан іздей мекен. Ой, мен мындай ырды укпагам далайдан бери. Рахмат, чоң рахмат. Эми мына биз ушинтип манас темасына өтсөк да, аба. Бул кыргыздар манасты өзүнүн философиясы, манасты өзүнүн казынасы, атасы, жүрөгү, руху деп сезет. Анан ушул казак элинин ичинде манасты сүйгөн, манас атабыз деп сүйлөгөн, манасты айтып жүргөн адам бар экенин укканыбызда, балким ал кыргыз болуп жүрбөсүн деген да ой кетти. Анча-мынча тегиңиз жөнүндө айта кетсеңиз. Абден баары сурайт, бул кайтып Көкшетаудун казагы манасты айтып калды. Бунун әкесі қазақ, менің әкем ата тегім қазақтың ішінде орта жүз дейді ғой, біз енді керейміз, руымыз. Шешем орта жүз арғын Қарауылдың қызы. Соның бұның әкесі шешесіне, ай бұның әйелі қырғыз болу керек деп шығарған. Сөйтіп қайран асыр болған, бірақ та енді мен де ойластырып бұлай қарастырсам, менің қырғызға қатысатын жерім жоқ. Негізі біздің Көкшетауда қырғыздар бар. Абылай заманында келген қырғыздар қазақ болып өткен, бірақ Атығайдың Қарауылдың ішіндегі қырғызбыз дейді, өздерінің бірақ қырғыз екенін ұмытпайды, түбі қырғыз екенін білет. Анау Абылай хан мен қырғыздың арасында қақтығыста аманатқа келген ғой, содан отырып тұрақтап қалған. Бұлай түрлерінің өзі қырғызға ұқсап тұрады келіп. Ал енді кім білсін, бәлкім ал әжемнің әжесінің әжесінен деген сияқты бір қатысы болды ма жоқ па жағын айта алмаймын. Бірақ маған жаныма жақын, менің рухани серігім болған манасты мен сүюім, бұл өте бір үлкен махаббат мен жүрегім, балалық махаббат ұялаған. Ушул качан жана кантип айта баштадыңыз манасты? Абден жақсы сұрағым. Біз бала күнімізде біздің серігіміз кітап болды. Менің әкем Тақан соғысқа қатысқан адам, Берлинге 40 шақырым қанда соғыс бітіп қалыпты. Анам тылда еңбек еткен Бәтима, қарапайым жұмыс адамдары, бірақ ескі жырларды айтып отыратын. Мысалы, шешем шәкәрім Құдай бер деп ақталмай тұрғанда қалқаман мамыр жатқа айтатын. Аңылдап әнет көрген түс көзге күңгірт ойға танық, білгенге көрмесе дау бәрі данық. 1722 ит жылында қазақтың сыр бойында жүрген анық ай деп өстіп айтып отыратын. Әкеміз Тақан жаңағы қыстың ұзақ күндерінде неге кешкі уақытта қазақ эпосы деген чоң кітап шықты. Манас атамыздың кітабы бар ғой, сол секілді қалың кітап, Жеті батырдың эпосы. Қобыланды батыр, Алпамыс батыр, Ер тарғын, Қамбар батыр, Қыз жібек,
Қозы Көрпеш, Баян Сұлу, Айман Шолпан. Осыларды бізге кешке дауыстап оқып отыратын. Қарасын шамның, май шамның жарығымен. Біз содан жырды жақсы көріп өстік. Менің бірінші қатты танығанда оқығаным Қобыланды батырдың жыры. Сөйтіп біз кітап құмар болдық. Біздің заманымызда мына телефон, телевизор, басқалар жоқ, радио ғана бар. Соны біз үшін дүниенің бәрі кітап болды. Енді қызықты қараңыз, кітапты кезекке тұрып оқимыз. Менің алдымдағы марқұм Мейрамбай деген ағам болды. Апайым бар, Сұлушаш, тағы ағалар, Жарылғасын деген ағам бар. Солар кезекпен ана кітапты әкеліп оқиды, мен кішімін, маған ең соңынан тиеді. Ертең апарып өткізіп жібереді, мен түнде фонарикпен оқимын көрпенің астында. Шешеміз ұрсады, көзім кетеді деп. Сөйтіп жүргенде қазақтың батырлар жырымен бірге біз Марк Твенді де оқыдық, Жюль Вернді де оқыдық, Джек Лондонды да оқыдық, осындай классиктердің бәрін оқыдық. Кімнің Стивенсонның Қазын аралын тағыларын бәрін. Сөйтіп жүргенде Манастың 4 том кітабы келді бізге, қазақ тіліне аударылған. Бұл 61 жылы, бұл негізі қырғыздардың шығарған Манастың біріктіріліп 4 том болып шыққан нұсқасы екенді. Бұны біздің қазақтың үлкен ақындар аударған, әлгі біздің қолымызға тиіп, әлгі оқимыз, біз сондай жақын. Және ағам марқұм айтатын, бізге ең жақын халық қырғыз деп. Сол қырғыздарды жақсы көремін, және әлгі біздің ауылдағы келген қырғыздар бар дедім ғой. Сол қырғыздармен қазақ болып кеткен қырғыздармен неміз жақсы болды да. Сол қырғыз дегенде сөз маған сол кезде сіңіп қалды. Және Ерталғын жырында мысалы қырғыз заманында деп айтады. Енді қазақтарды бұрын орыстар қырғыз деп, қырғыздарды қара қырғыз деп жазған ғой. Соның ба, білмеймін, әйтеуір мен сондай бір махаббат пайда болды. Манастың жырын оқысам, әлі біз бірге ұқсайды бізге, әрі ұқсамайды. Аттары кісілердің келеді, кейбіреу келмейді. Кейбір дәстүрі келеді, кейбір жері бөлек. Бірақ бір түрлі жақындық бар. Әлгі сынып қалды, қазақша ғой. Жортуылды алекең, жоғары төмен қарамай, өжет туған өз басын өледігі санамай, Қоңырбайға жетті бір, алғараның үстінен айғара түйре өтті бір, қайтайна өтіп келгенше басын кесіп алғанша деп өстіп кете беретін. Соны қызықтап оқып жүрдік енді. Оны Манас айтам деген әлі ойда жоқ. Сөйтіп жүрген Бішкектің радио, телевизордан қырғыз балалардың Манас айтып атқанын бір рет шалып қалдым. Сосын бір қызық көре бастадым ба, әлгі Манастың бір үзінділер жаңағы солай ойлап жүрген кезімде Құдай айдап бір күні Алматыда Букинист деген дүкенге бардым. Букинист деген дүкен кітап өткізетін. Бәленбай мың кітаптың ішінен бәленбай халық кітап таңдап жүргенде бір екі кітап бөлек тұрған, көзім оттай басылды. Қысым Манас көк кітап. Тура біздің бала күніміздегі 4 кітап ол сары болатын. Мынау көк жалпақ. Ашып көк басам, Бішкектен шыққан 59 жылғы ғой, Манас қырғыз тілінде. Ал қолым ойланбай сатып алдым екеуін, бір өткізген. Енді келіп ананы оқысам, Құдай ау, несінің өзі басқа. Біз оқыған қазақша Манастан мынау бөлек қырғызша Манас. Ошоны оқып шықтыңыз? Оқи бастадым да, оқығанда анау деп басталып кеткен. Анау құлағыма оны келетін сияқты болады. Ананы сөйтіп айтқым келе бастайды. Соны алып әгін оқыдым. Мен үшін бұл жаңа әлем, жаңа дүние болды. Сосын әгіден қызық көрген жерлерімді бір жақсы көріп қалған жер есімде қалды. Бұлай неде айтып жүрдім, жолдастардың арасында бәрінде. Ошо сіз Манасты айтып отқанда негізінен қазақ жұртын айтып аттыңыз да, қазақ чөйрөсүндө, қазақ залдарында мындай аудиторияға қандай қабылдашты? Қазаққа болғанда әлі аудиторияға шыққанымыз жоқ. Мынандай шайдың үстінде, ой, Баянғали Манасты айтады деп қояды енді өзіміздің ішімізде. Содан әңгіме тарап кетеді. Күндердің күнінде қазақ теледидарынан біз халық қазынасы деген хабарлар циклін жазып жүрдік. Ол халық қазынасы деген хабарлар циклін бүкіл батырлар жырын айтатын қазақтың жыраулары айтады. Мен соны жүргізуші болдым. Анам бір күні сол хабар жүргізейік деп келсек, әлгі хабарға түсетін жырауымыз ауырып қалып келмей қалыпты. Енді тапсырыс беріліп болған залға. Студия жұмыс істеп тұр. 1 сағат жазылу керек. Жазылмаса, бұларға айып салады. Соның жаңағы әлгі хабарды жүргізген редактор Ерік Асқаров деген марқұм ақын ініміз маған Байеке, енді мынаған виход жоқ, сен бізді құтқар. Келісілмеген редакциямен, бастықтармен келісілмеген Манасты айт сен. Сосын мен Манасты айтуға дайын емеспін. Мынандай үлкен теледидарға. Мен жай сендерге айтамын, былай айтамын. Оғанда жоқ, осыны айтып жеріңіз. Егер дейді, шықпай қалса сізге творческий брак, жыршы айта алмады деп сізге жабамыз да, біз штрафтан құтыламыз дейді. Сонымен бісміллә деп 1 сағат Манасты ан жерден айтпайын ба.
Сөйтсем олар монтаждап 25 минуттық хабар жасап, Манас қазақ жерінде деген хабар тұңғыш рет шықпай ма эфирге. Анан сол кезде Қырғыздың академиялық театры келіп жатпай ма біздің Алматыға. Анан қырғыздар ойлайды, мынаны біздің келген құрметімізге қазақтар шығарып жатыр екен деп, соның ішінде Асанбек Қыдырназаров деген заслуженный артист болды, Қырғызстанның қомышчу, әрі театр артисі болды ғой сондай. Алғы кеше Алатаудай алғыс айтамыз деп социалистік Қазақстан, бұрынғы қазір егемен Қазақстан біздің бас газетімізге маған рахмат айтып жазып қойыпты. Анан қараңыз. Содан ол кісі маған кейін қатта жазып тұрды. Міне өстіп, енді бүкіл халықтың алдына экранға шыққаннан кейін ол Баянғали Манас айтады деп біраз қызық көрді. Саған бірдеңені шалығы тиді ме? Сен мұның қандай өзі қызығы, айтысқа шыққан. Мен жазушы адаммын онда. Кітаптар жазған кісімін, содан айтысқа шығып кеттім. Онан Манасты айтып жатсың, бастарын шайқайды, сен айтысың жарайды, мына Манасың не сенің деп. Бірақ түшініп, сізді қолдап түшініп, жақсы көріп болғышауы? Дейін. Енді бір қызық история айтайын. Содан арада көп жылдар өтті, мен бір Шымкентке айтысқа бардым. Содан бір Атамбек Наурыз деген жігіт, мен қатарлы екен, келіп амандасып, сосын қызық әңгіме айтты. Баянғали қызықты қара дейді. 84-ші жылы әйелі аяғы ауыр, босану керек, босанбайды. Уақыт өтіп барады, срогы. Тумайды, босанбайды, тумайды. Содан бір күні телевизорды қосып қалсақ дейді. Бір қазақ Манасты оқыртып айтып жатыр дейді жаңағы. Мен ғой айтып жатқан, сен Манасты айтып жатыр екенсің. Сені көріп сүйсініп риза болғаным сондай. Әйел туып жүрген ғой сол жерде. Содан ұл туып атын Баянғали қойыпты. Ол Баянғали қазір үлкен жігіт, студент оқу бітірді. Мінеки осындай ғажап история. Ол менің Манасты айтқанымды қазақтың барысы риза болды әбден. Әбден қызық көріп, жақсы көріп, сосын мен барған жиын тойдың бәрінде, тіпті мынау свадьба дейміз ғой, үйлену тойдың бәрінде мен тілек айтамын, өлең оқимын, содан кейін қиқулайды. Әке Манастан айтып жіберіңіз деп. Соны 2-3 минут үзіндісін айтып жіберемін, ана ютубта тұр ғой, оны өзімнің қызымның ұзату тойында айтылған. Сондай жаңағы қазақ арасында, бұны мен сол 84-ші жылдан бері айтып келе жатырмын. 5000 адам отырған стадионда да айттым. Ақтөбе қаласында айтыс болды стадионда сонда. Сонда қиқулап, дүркілдеп, кәдімгідей төбеміз бір қалыппыз ғой, мысалы, сонда өте жақсы риза болып қабылдайды. Және тағдырымызды ұқсайды ғой біздің. Қазақ та қырғызды өзінің тәуелсіздігі үшін, азаттығы үшін, өзінің елінің жерін қорғау үшін соғысқан. Біреудің жерін тартып алмаған, біреуге бас салмаған, өзін қорғау үшін күрескен, әділдік үшін күрескен. Сондықтан да Манастың жырында, рухында біздің қазақ арасы аса қадірлейді тіпті. Ай, қырғыздан кем қадірлейді деп айтпаймын мен. Ошол эми Манастын жери Кыргызстанда сизди алгач рет Манас айтканы угуп жараган деп газетага жазып ыраазычылык билдирген экен. Кийинки жылдары дагы ошондой мамиле болдубу? Сиз Кыргызстандагы манасчылар менен карым-катнашыңыз кандай? Ал абден қызық болды. Ең бірінші мен қазақ киносында жұмыс істеп жүрген кезім, сонда эпос народов СССР деген бір директив фильм түсіруге жоба болды. Соған мен келіп, редактор ретінде келіп, оператормен түсірдім. Сонда қырғыздың манасшылары келді. Урқаш Мамбаталиев марқұм, Асанқан Жұманалиев марқұм, сосын Назарқұл Сейдірахманов қазіргі бар. Әлгі үшеуінің Манас айтқанын, тағы басқа жырауларды біз неге жаздық таспаға. Сонда көрдім бірінші. Анан олар менің Манас айтатынын білмейді. Содан кейін ең бірінші менің бұл қырғыздарға Манас айтуында танылғаным, бір тағы қырғыздың телевидениесіге менен жазып әкетті біраз. Бірақ 93 жылы қазақ қырғыз ақындарының Ақтаңдай 93 деген ақындар айтысы болды. Осы Ақтаңдай 93-ке біз Бішкекке барып қырғыз ақындарымен айтыстық. Сонда айтыстың арасында қарап отырсам, жаңағы қырғыздың ақын жігіттері ішінде бір Манастан үзінді айтты. Сосын мен бойыма сыймай айтқым келіп, сосын маған болама деп бетіме қарады, бұл қазақ қайдан Манас айта қойын, өйтті, жарайды шыға қой, ойлады, бір-екі минут айтып кететін шығар деген болу керек. Сосын мен шығып гүпілдетіп Манастан біраз айттым. Ой, әбден қатты риза болды қырғыздар. Содан не керек қиқулап, бір кезде сахнадан шығып баратыр ек, айтыстың қорытындысында мен түйе міндім қырғыздан, бас жүлдегер болып, тағы бір екі қырғыздың ақыны үшеумізге бас жүлде берді. Сөйтіп енді одан тыс жаңа Манасты айтқаным үшін бір кезде бір шашын артына қайырған қырғыз жігіт кеп, азамат кеп құшақтап, мен Шерімбек Шаршаев деген министр
мәдениет министрінің орынбасарымын, Манас мыңның директорының орынбасарымын деді ме? Сол енді Манастың 1000 жылдығы 95 жылы болады. Сізді соған атайын шақырамыз. Міне ресми қағазыңызды кейін береміз, соған шақыртып алдым деп есептеңіз деп, мені Манастың 1000 жылдығына шақырды. Соның 95 жылы Манастың 1000 жылдығының алдында халықаралық манасшылар конкурсы болды. Ол конкурсқа бардық. Сосын мен қырғыз туғандарға күлем. Сіздер мына конкурстарың мен қатысқасын халықаралық болды. Айтып өңкей қырғыз өздерің айтып отыр. Сонымен мен сол жерде манасшылардың конкурсына қатыстым. Бұны анау билет алып айтады екен, тақырып. Ол бір қызық, керемет дүние екен. Сөйтіп олар маған әбден риза болып, мына үлкен чоң манасшылар, марқұм Шаба Атабаев, Шабай Азизов, Шабай Өмірұл Азизов, оның атасы Чойкөде манасшы болған, үлкен чоң манасшы. Қаба Атабеков деген ақсақал манасшы, Сейдана деген анамыз, сосын тағы да Абдыхапар ма еді, сондай бір ақсақал болды. Сосын Сапарбек Қасманбетов, сіздің атаңыз сондай үлкен кісілер бәрі маған арқамнан қылып, жаңа Назарқұл Сейдірахманов, Ұрқашманбет Алиев, Асанқан Жұманалиев, Базарбай Зөлпиев, осылар, ай азамат, қазағым жарайсын, мені арқамнан қағып, осы қан көтеріп бастарына. Сосын маған жаңаға Базарбай Зөлпиев соғысы маған ұсыныс жасады. Бізде Манасқа әр манасшы өзінше салым қосады, үлес қосады. Сіз осыны мына қазақ жағынан неге жырлап айтпайсыз? Қазақ жағынан үлес қоссаңыз, мынау Ергөкшө жағынан айтсаңыз жақсы болар еді деп, сол маған ой түсті да, мен Айкөл Манас пен Ергөкшө деген бір тарауын шығарып, жазып, ол мен кітабыма басылды. Сосын осындай қызық оқиға болды. Мен манас жырына қосқан бір өзімнің жырмен қосқан салымым есепті. Эми ушул эмгегиңизди Кыргызстандын расмий өкмөтү дагы сыйлык менен белгилесе керек. Андай болды, 95 жыл маған Қырғызстанның мәдениет министрлігі мен композиторлар одағы тағайындаған Абдулас Малдыбаев атындағы халықаралық сыйлығының лауреаты деген ат берді. Мен оны сондай бір ризашылықпен осы күні қазақтың мен екеуінесін қосып айтып жүреді. Одан кейін 2000 осыдан 2-4 жыл бұрын Қырғызстанда не болды? Телекөпір болды. Манастың бүкіл қырғыз теледидары бір тәулік бойы Манас айтып тұрды, қысқасы Бішкек, Талас, Оштан. Оған мені шақырып, мен шығып, маған айттың, шаршап қалмаңыз, бір айтсаңыз болады ғой деп, мен біраз айттым, бір шығып, сол жаңағы Сапарбек Қасманбетов ағата қасымда отырды, мен бір кезде тоқта деп арқамнан қақты, жарықтық. Сосын бұл жақта жаңағы кімдер отырды, жас манасшылар. Сапарбек Қасманбетовты сіздің атаңыз екенін енді біліп жатырмын, ал кісі бір үлкен манасшылардың қарысы және чоң манасшы ағамыз. Ал айтады, бала күнде түш көріп осылай манасты айта бастағанда дейді, ана садақаға не сояды екен, мал сояды екен ғой. Сонда серкеш сойыпты. Сонан айтады, ана серкеш сойғандан кейін бе мен үнім сондай жаңағы не болды, жіңішке болды деп сөйтіп күледі. Англияға бардым, Лондонға деді. Сонан Хаттон деген ағылшынның зерттеушісі бар, Англияның. Хаттон Манасты зерттеген, және жақсы көзқараспен қарап жазған. Сол Хаттонның үйіне барды Сапарбек Қасманбетов. Сонда ана кісі өзі 100 жасқа келіп қайтқан ба, үлкен, ол Сапарбек атадан да қары кісі екен. Сонда риза болып қуанып айтты, мен Манастың жырын зерттемедім өмір бақи. Міне маған сол Құдай беріп, мен осындай ұзақ өмір сүрдім. Енді тірі манасшыны көргеніме мен бақыттымын деп Сапарбек атаның қолын алды. Міне өзінің айтқан әңгімесі аузынан естіген. Сонда мына қазақ тағы шықсын деп телевидениеге звондапты өздері. Сөйтіп сол барғанымда маған ол кісілер Мәдениет министрлігінің мәдениеттің мықты қызматкері деген төшбелгі берді. Енді былтыр 2016 жылы былтыр ғой. Маған Саяқбай Қаралаев атындағы еларалық фондусы Саяқбай Қаралаев атындағы медальмен марапаттады. Маған 7-ші нөмірлі Саяқбай Қаралаев медалімен марапаттады. Мен оған өте чоң риза болып, мұнда қазақтарға жар салып, кішкене әжептәуір бір мақтанып қойдым, қалпайып қалдым. Эми мен жана жогоруда айткандай Кыргызстандагы манасчылар манас айтууга айрымдары жаттап, анан табияттан алган бир башкача касиети менен ошону эстеп калып айтат. Башкалары түшүү аркылуу аян алып айтышат. Андыктан ушул манасты ыйык көрүп, жүрөгүнө пир тосушат. Сиз үчүн манас ким?
Оба, айтқаның жақсы. Мен айтып отырмын, мен бала күнімде мен Манастың жырын аса сүйген адаммын, жақсы көріп. Кәдімгі жан дүниеммен өзімнің қазақтың батырлар жырын қалай жақсы көрсем, оны сондай жақсы көріп, сол маған сіңіп, маған ақырын қонды. Бір екіншіден, енді сол Манасты әуелде айтып жүрдім, мен бұлай үлкен аренаға шығады деп ойлаған жоқпын да. Содан күндердің күнінде сізге айтайын, мұны көп жылдардан айтпай келіп айттым. Бір күні мен түсімді Манасты көрдім, атамызды. Көргенде олай аппақ нұр секілді сәуле. Соны алып адам аттың үстінде жан жағында шораларымен аппақ болып тақап кеп, сосын маған қатуланып, анау мақамын түзет, обонын түзет деп осындай небен былай дем беріп, сөйтіп өтіп кетті. Соның оянғасын ойладым, мынау енді тегін болма, жай болмады. Бұл бұрын енді бұлай оқып, жай өлең ретінде айтып жүрген, енді бұл расқа айналды ғой деп. Содан өзім ешкімге оны айтқан жоқпын. Солай жаңағы өзімді иншалла сол Манастың жырын кәдімгідей шындап айтып келе жатырмын. Оны қырғыздар да түсінеді, білетіндер. Сосын жаңа сіз айтып қалдыңыз ғой, жаттап айту бар, сосын былай айту. Мысалы Манастың қазақ арасында біз ол Манасты ұзаннан ұзақ айтып отырған болсақ, ғана ұқпау да мүмкін, толық қабылдамау да мүмкін. Сонда мұны мысалы мен кейде қара сөзді айтып отырамын, аңыздың. Міне осындай болған, осылай болған екен. Сосын арасында жырлап отырамыз да. Сосын енді екінші бір жағы бар. Егерде мысалы жақсы, мен өз жанымнан ғана айта беретін болсам, ол сөзбен мысалы анау ұлы Манасшылардың ол Саяқбай, ар жағында Сағынбай, ар жағында Келдібек, ар жағында Тыныбек, Наймантай, Балықауыз осылай кете бермеймін түптің түбіне. Сонда Назар Манасшылардың осылардың бәріне ары қарай барғанда олардан қалған асыл сөзді қайтеміз. Қандай қырғыздың күшті сөздері бар, киелі сөздері бар. Оларды біз ұмыт қалдыруға тиіс емеспіз. Біз оларды жаңғыртып, оны да жеткізу керек бүгінгі ұрпаққа. Қандай керемет күшті сөздер бар мысалы. Сондықтан бұлай жеме-жеңге келіп таласқанда мен қазіргі Манасшы бауырларыма да айтамын. Ана жақсы айтады, әбден жақсы айтады. Ал дегенмен анау көне сөздің аты көне сөз. Ол бір халықтың жады секілді, как память народный. Ол бір заклинание секілді, аманат секілді. Оласыз ба? Сондықтан оны біз аттап өтуге қақымыз жоқ, біз оны айтуымыз керек. Қаншалықты біз арасын байланыстырып өзіміз шығарып атайық, не қылайық, бірақ біздің міндетіміз Манастың жырын енді халыққа бүгінгі ұрпаққа жеткізіп отыру. Қалай болғанда да, естеріне салып отыру, қалай болғанда да. Өйткені мынау жаһандану заманында өзінің ұлттық ерекшелігін, ұлттық қасиетін ұмытпайды деген халық өзінің ата тегін, ата жырларының арнасын білуге тиісті. Қырғыздар азыркы учурда Манасты жанагыдай сөздүн баарын унутуп калбай, кошо алып, айтып, жакшы деңгээлге алып чыгып жүрүп отурат деп айта аласызбы? Иншалла, мынау жоқ деген сөз жаман бар деп есептеймін. Өйткені бір жылдары мен осы барып жүрген кезімде жаңа үлкен қары Манасшылар болды да, сосын өрімдей жастар шықты. Мына Орысбай Исақов, Ұлан Исмайылов, Самат Көчербаев. Міне осындай өрім талдай Манасшылар бір. Қазір міне 30 бен 40-тың арасындағы жігіттер, осылар қазір аталарының жүгін көтеріп алып жатыр абыроймен. Өткенде 7 күн 7 Манас айтты Бішкекте алар. Сонда мысалы жаңағы кім Дәулет Садықов 11 сағат айтыпты Манасты, кім Рысбай Исақов 12 сағат айтыпты. Сондай бір мен өзім үйде риза болдым. Міне сондықтан да олар Құдайға шүкір жаңағы тамыр бар жерде өсіп өнеді ғой. Және қазір қырғыз үкіметі айрықша мән беріп оларға Манасшыларға үлкен жақсы көзқараспен қарап қолдап отыр. Бұл өте жақсы. Өйткені бүкіл әлем бұл күнде Манас десе қырғыз дейді, қырғыз десе Манас дейді. Дәл Манастай қырғыздың қасиетін ешкімде бұл жағында білгізбейді деп мен бір айтқанмын. Сондықтан ол қырғыз десе Манас дейміз, Манас десе қырғыз дейміз. Ол заңды нәрсе. Ушул жалпы Манастыр ичинен ар бир Манастырдын өзүнө эң жаккан, жүрөгүнө жакын, ушуну айтканы келгенде өзгөчө бир шык менен айткан бир эпизоду, бир бөлүгү болсо керек. Сиз Манастын кай жерин айтканды жактырасыз? Енді мен жалпы Манастың жакпайтын жери бола ма? Барлық жери жакшы дагы аның. Бирок та осунун ичинде мен енді былай ғой, мынау менің атам Шоқан Уалиханов Көкшетаудыкі. Бірінші Манасты жазып алған қазақ. Ең бірінші қырғыздың сөзін қатқа түсірген 1856 жылы Ыстықкөлді. Енді қазір зерттеу бойынша сол Назар Манасшыдан дейді.
өтө аса көркөм жолдор. Ол Көкөтайдын ертегисин, Көкөтайдын асын жазып алган. Менин атам Муктар Әуезов 52-ші жылы Манасты пантүркистік, панисламистік, феодалдық деп жабамыз деп партия совет қысқан кезде қорғап қалған. Шыңғыс Айтматовтың өз аузынан естіп едім. Сондай қырғыз халқының басына қара бұлт төніп тұрғанда бәрі аймаңдайлы қазақ сөйлеп сөйтіп барлық ғалымдарға дәлелдеп Манастың халықтық нұсқасын жасау керек деп жеңіп шыққан деп Мұқаңды айтады. Менің атам Әлкей Марғұлан Манасты зерттеген, Шоқан және Манас деген керемет фундаментальный кітап жазған зерттеу. Сондықтан енді бәлкім соның әсері ме, болмаса жырдың аса бір көркемдік қуаты ма, осының ішінде бәрі айналып келгенде сол Көкөтайдың асынан бастап сол жаңағы неге дейінгі тұстарда біраз менің айтатын эпизодтарым бар. Оның ішінде айрықша мен Манас батырдың Көкөтайдың асына келуі деген тарауда бұл жаңағы анау астамшылық қып, қырғызға зорлық қып тұрған Қытай, Қалмақ, басқа елдердің бәріне Манастың қайрат көрсетіп, халқым үшін жаңағы өлімнен жанымды аямаймын деп тұрып, жаңағы теңдікке келтіретін өте күшті рухты жерлері бар. Сондықтан да кішкене сол жаққа қарай тартып кететін шығармын мен де. Қошай қарияның Манасқа айтқан насат, ақыл сөзі, Манас Алтайдан келгендегі. Бисмилла. Абан Қошой қария, ақсақалы жарқылдап, кеп айтады Манасқа, балағаздай барқылдап. Құлыным хан Манас, кеше келдік Алтайдан, айылғандай қонучы, еңбектеген бала бар, өбектеген қар бар, айлағандай болучы, маңдайыңда маңғұл бар, майданда ашар жерің тар, қиырыңда қалмақ бар, қирашы ұрыс салмақ бар. Қағылайын құлыным, өзіңгі малды салалы, қалдая жатып қонылы, қапшығай аузын алалы, қатарлас жатып қонылы. Тірі болсақ құлыным, бір төбеде болылы, өлі қалсақ қоқыстан, бір молода болылы. Қарызгөй қалың доу келсе, төр талаша жүрелі, өкімсіген жау келсе, өр талаша жүрелі. Қарағай найза баулайлы, дауны бірге даулайлы, жауны бірге жаулайлы, бараңды бірге оқтайлы, милтені бірге чоқтайлы, азғана қайғыр қыздың намысын бірге жоқтайлы. Қара жақ айбалта, қайқалатпай кім аштайды, қамауда қалған қалың жұрт, қапағылбай кім баштайды. Қағырлайын құлыным, екі тізгін бір шылбыр, өз қолыңа алыңыз, сенсің біздің ханымыз. Ачай қырық қу сүрін, қырдан қиқу төгілсе, керғавлан аузын бұррамын, арқа болып өзіңі, қалқа болып қалқыма, таудай болып том сорып, ту түбінде тұрап, кенен ойла башынан, кебілбес болсын қазынан, қазына қамдап қол жина, қайратты қату мол жила, бейлі қату ерді тап, бекіне тұрған жерді тап, семіріп сергіп оңғонда, секеге шығып қонғонда, өз алдыңша ел болып, өз еркінше тұрғанда, қылымның ғана алауке, ал сені қойбас жеп жеке, сұраудан ұғар дайыныңды, айласы келсе бір күні, айлантып шабар айлыңды, ошығы мойын бербеске, оқ өтпеген тоңғамда, қусаң жетпей қалбасқа, оқ жетпеген атқамда, тыңдап алғын жорыңды, таңдап алғын чорыңды. Белестенбей хабар адам желбеген, беттеп дұшпан келбеген, жылғын деген қол кең талас, жерде көр ошол жеріңді, өз қолыңа ала көр, азғана қырғыз еліңді. Қарада болсам керекпін, таянар болсаң терекпін, әлі де саға керекпін. Ашта жүріп тойындым, жарды жүріп байыдым, жалғыз жүріп көбейдім. Алтайдан Манас табылда бірін ментіп жабылдың. Бүгінгі сапарыбызда қырғыз-қазақ билимдигин таңазалаган манасчы Баянғали Әлімжановтың чыгармачылыгы менен тааныштыңыздар. Берүүбүздү интернет сайтыбыздан дагы көрсөңүздөр болот. Биздин дарегибиз bbc-kыргыз.com. Берүүнү алып барган Акчолпон Койчиева, BBC-нин эмики сапарына чейин саламатта болуңуздар.